Армысыздар қазақ елі, сіздермен бірге мен қазақтың Аружаны. Қаңды қаңтар оқиғасын шындығы ашылмай жатыр, оны ұмыту мүмкін де емес. Ал оны ұмыттыру үшін мына билік басындағылар түрлі құйтырқылықтарды жасап жатқандығы айдан анық. Яғни қаңтарда халыққа қарсы оқ атқандығын ақтағысы келеді. Тек халықтың арасында емес, бүкіл әлемде. Және сол қаңтар кезінде биліктің түрлі өтіріктері әшкере болғаны сіздерге белгілі. Соның бірі қаңтар оқиғасы болып жатқан кезде қырғызстандық музыканттың ұсталуы. Қырғызстандық музыкант Викрам Рузахановты ұстап алып, Қазақстандағы митингке қатыстым. Сол митингке қатысу үшін 90 мың теңге алдым. Қырғызстанда жұмыссыз қалып, Қазақстанға келіп едім деп, Қазақстан ұлттық телеарнасы арқылы интервью бергізген болатын. Және сол интервьюдің арқасында биліктің өтірігі әшкере болып, Қырғызстан халқы оның белгілі музыкант екендігін және заңсыз ұстап отырғандығын талап етіп, бұл жасап отырған әрекеттері дұрыс емес екендігін айтып, олар музыканттың босатылуын талап еткен болады. Және біздің биліктегілер оны босатуға мәжбүр болды, сонымен қатар өзінің еліне жіберді. Енді осы музыкант жігіт біздің Қазақстан Республикасының ішкі істер министрлігін сотқа берген болатын. Алайда Астана соты оны шағымын қабылдамады, қарастырмады. Себебі түсініксіз. Музыкант бұған өзінің қарсылығын білдіріп жатыр және ашық түрде талаптарын қойып жатыр. Бәлкім бұл музыкант жігіт тірілерді қойып, өлілерді соттап жатқан Қазақстан билігінен бір үміт күткен шығар. Бірақ ол үмітті ақталмайтындығы айдан анық. Себебі біздің билік басындағылар өзге ұлт түгіл, өзінің елінің азаматтарын аямайтын жауыз қанішерлер. Қаншама азаматтар қаңтар кезінде қазаға ұшырады, оққа ұшып, қаншасы әлі күнге дейін түрмеде жазықсыз отыр, қаншасына айыппұлдар салып жатыр. Өзінің халқын, елін аямаған елдің басшылары өзге ұлды не қылсын. Қаңтар кезіндегі қапыда оққа ұшқан азаматтарды террорист деп соттап жатыр. Өлгеніне байланысты осы берген жазадан босатуды да сұрауды ұмытпады прокурорлар. Бұл әрине қазаққа жасап жатқан геноцид деп айтуға болады. Қазақты құрту үшін жасап жатқан әрекет секілді. Әйтпесе өз қазағын атқаны аздай өлілерді соттап жатыр, тірілерін түрмеге тығып әуре болып жатыр. Күнде бір азаматтың қамалғандығын естиміз. Яғни бізде сөз бостандығы, сөз еркіндігі жоқ, тұншықтырып жатыр. Бұл Назарбаевтың 30 жылдық бойы жемқорлықпен осындай жауыз шірген билікті қалыптастырған нәтижесі, соны ары қарай Назарбаев тағайындаған Тоқаевтың жалғасып жатқандығының көрінісі. Бізде қашан әділеттілік болатындығын ешкім де білмейді, ол үшін мына билікті түгелдей өзгерту керек. Әділ сайлау бол керек, жазықсыз адамдар босатыл керек. Және біз әр эфирімізде Жанболат Мамайдың ақталуын талап етеміз. Себебі ол қылмыскер емес. Құрметті қалайық, осы эфирді барынша таратып, өздеріңіздің қолдауларыңызды білдіріп отырыңыздар.